осылай күштелеп телефонды қосып алып тик-ток түсіріп жатқанмын ғой, мәз болып билеп. Домофон шырылдайды ғой. Кім болды екен деп жұлқынып барып, кім деген соң ғой, сөйтсем, мен аш дейді, кім деп ойлайсыздар деп сіздерге интрига жасамай ақ қояйын. Өзімнің қайнатам екен. Сонымен кухняға жүгіріп барып, шайнектің астын қойып жібердім. Енді тастап обедке дейін ұйықтадым ғой. Завтрагын берген жоқпын, обедін дұрыстап беріп алайын дедім. Ата-енелермен бірге тұратын келіндер, сіздер таңертең нешеде тұрасыздар? Ата-енелеріңізге шай бересіздер ма ерте тұрып? Мен ерке келімін ба білмеймін, таңертең ұйықтап қала беремін ғой. Кешкісін ертең ерте тұрам деп будильник қойып қоясың ғой, тастап ұйықтап қаласың ғой. Сөйтіп тамағымды ыстуға микроволновкаға салып жібердім, салатымды салып жібердім де сәлемімді салып жіберіп, дастарханды жайып жіберіп, атамның обедін дайындап бердім. Сонымен енді енем жұмыстан келеді кешке, сол кісінің алдына ыстық сорпамды дайындап қояйын дедім да, барлығын турап дайындап алдым да, сорпамды қайнатып жібердім, борышымды күштілетіп.